Шашыратқы тегінің өсімдіктері көп жылдық немесе 2 жылдық. Сабағының бойы 1,5 метрге дейін жететін шөп тектес өсімдік. Сабақтары тік өседі. Оның әр жерін түк басып тұрады. Тамыры жерге терең бойлайды. Оның ұзындығы 90-100 сантиметрге дейін жетеді. Жапырақтары сопақша, ал шеттерінде малдың құлағына салатын сырға секілді ойықтары болады. Сабақ жапырақтары жіңішке, отырмалы, шеттері тегіс. Жапырақтарының қуысында 2-3-тен орналасқан гүлдерінің түсі көк және көкшілдеу болады. Өсімдік маусым айынан қыркүйек айына дейін біртіндеп гүлдеп тұрады. Шашыратқының химиялық құрамына келетін болсақ, оның құрамында ащы илік заттар, нәруыз, май, инсулин, аскорбин қышқылы, қант және де В дәрумені болады. Шашыратқыны салаттық, көкөніс және тамыр жемістер ретінде өсіреді. Шашыратқы тамырын кептіріп, қуырып және ұнтақтап үгітілген күйінде кофе сусынын әзірлеуге пайдаланады. Бұл сусын тоңбасының тіл үйіретін дәмі және қоңырқай түсі болады. Шашыратқыны кофеге де қосады. Жапырақты шашыратқы ашқылтым салат өсімдігіне жатады. Сәл ашқылтымдау сүйкімді дәмі бар. Жапырағын көк салат жасауға пайдаланады. Дәрілік шикізат ретінде шашыратқының тек тамыры ғана пайдаланылады. Оны күз айларында жауын-шашынсыз күндері қазып алады да топырақтан жапырақтарын тазалап, көлеңке жерде кептіреді. Ағаш жәшіктер болмаса, қағаз қапшықтарға салып құрғақ жерде сақтайды.